Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай куриный пирогты жасайтын боламыз. Бұл пирог өте тойымды болып келеді және де сочный болып шығады. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. 500 грамм ұнға 1 чай қасық ас содасын қосамыз, араластырып аламыз. Сосын кішкене тұзын да салып жібереміз. Сосын 200 грамм сары майымызды да салып, бірге араластырып болғаннан соң 300 грамм айранымызды салып, тестамызды дайындап қоямыз. Біз начинкасын дайындап болғанша пакетке салып, жылы жерге қоя тұрамыз. Бізде 2 картоп және бұларды 4-4 етіп, видеода көрсетілгендей етіп, барлығын осылай турап дайындап аламыз. Пиязымызды да дәл осылай барлығын турап 4-4 етіп майдалап тураймыз. Бізде осы тауықтың төс етін бір төс еті жетеді. Осыны да кубиктап жақсылап турап алатын боламыз. Сосын тұз, бұрыш, паприка, чеснок, зира, кетчуп және де бір кішкене ас қасық сұйық май құйып жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте біз осы тестамызды 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлгенде бұл бетіне кішкене ғана жетеді. Осылай көз мөлшерімен бөліп аласыздар және де өздеріңіздің қалаған формаларыңызға жайып, осылай мен домалақ жасадым. Домалақ етіп тестамызды формаға салып аламыз. Ең бірінші тесталарыңызды жайғанда өте жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Қатты жұқа болмау керек. Келесі бетіне жабатын тестамызды да алдын ала жайып дайындап қоямыз. Бұл теста астында жайылатын тестадан кішкене кішірек болады. Барлығы дайын болған соң начинкамызды салып, начинкамыз бір тегіс болып шығу керек. Қасықпен осылай дұрыстап аласыздар. Және де шетіне кішкене орын қалдырып кетесіздер. Сосын барып, осындай сары майымызды үстіне қойып шығатын боламыз. Тестамыздың бетін жауып, шеттерін өздеріңізге ұнаған узорлармен жасасаңыздар болады. Мен осылай самсаны түйген сияқты осылай жүргізіп шықтым жан-жағын. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жасап көріңіздер. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Болғаннан соң жұмыртқаның сарысын осылай бетіне жағып, және де күнжітімізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үстіне сеуіп, және де ортасын тесік етіп қалдыратын боламыз. Міне біздің куриный пирогымыз пісіп шықты, және де кішкене 1 сағатқа қалдырсақ та болады, немесе осылай ыстықтай кесіп жеп алсаңыздар болады. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Міне көріп отырғандарыңыздай өте дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап, үйдегі жанұяңызды қуантыңыздар. Ас болсын.